Ал мына шайды ішкен дарманда, ішпеген дарманда Құдағиымыздың қолынан мақпал 2 сағат ешкім үстімен шай беріпті, бізде кеп жармасы жатсın. Сен керек екенсің астанаға бүгін. Кетеміз Мақпалға пока деп айтайық дедік, кішкентайға пока дедік. Папа бірінші рет көреді қазір Алла қаласа. Жиен немерені қазір бірге көреміз бұйырса. Мен де сол сәтке куә болайын деп еріп келгенсің. Жерімізді айтсаңызшы, мына походта отырғанда отырмыз. Кезінде атам қазақ осылайдан отырып ішкен жерде жасарқан жасы. Мынау бертін ғой былай ана стол орындықпен отыру деген. Бұрынғының дәстүрі осындай болған. Өзімізде кішкентай кезімізде отырушы едік қой. Шын апамда кигіз үйде ұстап жүрдік қой. Мен де жерде отырмын. Келеттім ғой, кейбір жерде сес ұстамай қалады екен. Одан кейбір жүргінші жолаушылар танып жатқанда құттықтап жатты. Мә кішкентайлы болыпсыздар ғой. Мақпал болсам пенсиядан шығып қой, біз сторисін көрдік. Құтты болсын деп сөйтіп жатыр. Ой, рахмет, рахмет. Мен өзім көре алмай келе жатырмын. Телефон істемей келе жатыр деп қоямын. Көп адамдар көріп сендерді. Сәлем айт деді. Сәлемет болсын. Папаны құттықтағандарға рахмет, семейліктерге рахмет. Рахмет. Қандай керемет нәрсе. Шашу, бөпенің бауы беріп болсын. Ал көп балалы ана шашу жатыр, Айгүл Ысқақ ханым. Журналист белгілі. Жеті баланың анасы. Жұғысты болсын ал. Ал кіріңіздер. Сестренкаңыз білін дейді сіздің. Ал кірем. Ал бісміллә. Ал көрдік, жақсы көремін. Жұғысты болсын дей берейік. Ал енді қазір Мақпалдың бөлмесін дайындап, әдемі фото-видеоға түсетіндей қып сюрприз дайындаймыз. Ағалардың бәріне гүлдерді көтер деп жатырмыз. Молодец, молодец. Қарындасының қуанышында жүгірмегенде қайда жүгіресің деп қойып. Әпкеңнің тойысы. Астында шарлардың бәрін әкелейік қазір. Екіден кейін көргенім қалай болды дейбі. Расымен де елес құсап түнде келеді, таңда кетеді, көбіректер құсап. Что такое, машина? Домашняя машина. Үйтіп қатты ойнатпай-ақ қоя. Үй алшы. Жоқ, жамана футболка не киесің? Жыртайын? Дубайдан алып. Еба. Давай. Бөля. До конца беремесе жаңға, до конца. Бүкіл халық қарап отыр. Поставь, мама. Давай, Султан. Султан. Бүкіл халық қарап отыр. Айналасында Мега бар, Назарбаевский университет бар, Экспо бар, бұл жақтан аэропорт жақын, жаңа мешіт бар, ЖК Space, ар жақта тағы да Space деген мектеп бар. Локация Астананың жаңа районы десе де болады. Ал ендеше, мінекей ауланы көріп тұрсыздар, қазір енді үйді көрсетеміз. Құтты болсын шаттығың,